Қала тұрғындары арасында өз еркімен тәртіп сақшыларына көмек көрсетуге белсенді қатысатын тұрғындар саны көбейіп келеді. Ішкі істер басқармасында полицияның қоғамдық көмекшілеріне қызметтік куәліктер табыс етілді. Бұл Ішкі істер министрлігінің бұйрығына сәйкес жүргізіліп жатқан арнайы шара. Жыл басынан барлығы 40 адам полицияның көмекшісі болам деген ниет білдірсе, оның тек 26-сы куәлік алды. Бұл адамдар қазір өз еркімен келген адамдар, өз еркімен. Олар учаскелік пункттерінде жұмыс жасайды, учаскелік инспекторлармен бірге. Олардың қазір міндеттері осы қоғам тәртіпті сақтау, осы қылмыстың алдын болдырмау және әкімшілік құқық бұзушылық. Бұл жерде қазір көп адамдар осы микрорайондардың ішінде көп жасөспірімдер болады, төбелеседі. Сонан кейін жасөспірім арақ ішетін кезде соның бәрін алдын алу мақсатында сол қылмыстың алдын алу және қылмыс болдырмау. Сол себептен осылар қазір кезде адамдар біз жинап жатырмыз. Қазір кезде жедел күзет, қасқыр күзет деген, темір күзет деген адамдар қазір бәрі адамдардың өздерінің адамдарын беріп отыр. Қазір деген біздің гарнизон жиынында бәрін оның куәліктерін бердік. Оны куәліктер береміз, оның бұйрыққа сәйкес. Ал қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге белсенді қатысып, қылмысты алдын алып, құқық бұзушылыққа жол бермеген полицияның қоғамдық көмекшілеріне Ішкі істер басқармасының басшы құрамы алғыс жариялайды. Яғни ақшалай сыйақы мен мақтау қағазы табыс етіледі. Қазіргі таңда әкімшілік тарапынан қажетті қаражат бөлінген. Бүгінде консьерждер мен полицияның қоғамдық көмекшілері көптеген қылмыстардың дер кезінде ашылуына септігін тигізіп отыр. Где ваши документы? Кто вы такой? Я общественный помощник. Я общественный помощник полицейского, вот мои удостоверения. Буду любезны, пройдем с нами в опорный пункт. Документы дома у меня лежат? Если дома, тогда место для установления личности, тогда пройдем с нами в опорный пункт. Пойдемте, пройдем. Полицияның қоғамдық көмекшілері қылмыс немесе әкімшілік құқық бұзушылық жасаған адамды ұстап, ішкі істер органдарына қарасты бөлімдерге алып келуге құқылы. Қажет болған жағдайда көше бойында ұсталған адамды өзімен бірге қару немесе өзге де қауіпті заттар болуы мүмкін деген күдікпен тексере алады. Биыл әкімшілік кодекстегі кейбір заңнамаларға өзгерістер енгізілген. Бұдан былай тек полиция қызметкерінің ғана емес, қоғамдық көмекшінің де заңды талабын орындамаған азаматтарға шара қолданылады. Азаматтарға айтатын кезде қазір бізде бұрын ондай заң болған жоқ, ондай бап болған жоқ. Әкімшілік кодексінде 330 оның бірін бабын дегенде ол бізге қоғам тәртіпті қамтамасыз ететін адамдарға қарсылық көрсеткен үшін біз оларды учаскелік инспекторының әкімшілік хаттама толтырып, оның 5840 теңгеге дейін айыппұл саламыз. Ал егерде осы адам тағы бір жылдың ішінде тағы сол қарсылық көрсететін болса, онда біз оның құжаттарын бәрін жинап әкімшілік сотына жібереміз. Ол жерде 10 күннен қамауға алуы мүмкін біздің арнайы бөліміне. Және 11680 теңгеден айыппұл салды. Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге қатысатын азаматтар өз қызметін заң жүзінде адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын құрметтеу мен сақтау принциптері негізінде жүзеге асырады. Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге қатысуға ниет білдірген азамат ішкі істер органына өтініш бере алады.